түрлерімен кезіккен. Тегін адам емес, киелі қасиеттерге иекісі. Төбелесуді білмесең, қасқырдың бөлтірігінен үйрен. Бірақ түбінде қасқырлығын көрсетпей қоймайды. Кейінне ер жеткенде сен қаузыған шал боласың. Мен неге баулығанын сондай біріміз. Ахан! Ғауға көмбейтін түз тағысының аса жыртқыштығының айқын көрінісі Көксерек фильмінде. Қайырлы күн оқушылар. Жақсы, отырамыз. Сабақ бастамасы болды. Сыныпты түгендеп алайық. Сыныпта барлығыңыз барыңыз ба? Жақсы, екі оқушыда. Өте жақсы балалар. Енді сабағымызды бастамас бұрын сыныпта біз жағымды көңіл күйді орнатып алуымыз керек. Ол үшін біз қазір гүл мен тілек әдісі бойынша сіздермен тренинг өткіземіз. Ол үшін оқушылар ортаға келіп жаттық шеңберіне тұрайық. Жақсы оқушылар, жаттық шеңберіне келіп тұра алайық. Қазір мен сіздерге гүл таратамын. Гүлді бір-бірлеріңізге сыйлау арқылы жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді білдіресіздер. Және гүлдің теріс жағында әр топтың аты берілген. Сол топ арқылы іріктеліп отырасыздар. Жәнібек саған бақыт тілеймін. Жақсы оқушылар, қазір осы гүлді тарату арқылы сіздер бір-бірлеріңізге жылы лебіздеріңізді білдіресіздер. Және де гүлдің теріс жағында топтың аты белгіленген, сол топтар арқылы біріктіріліп отырасыздар. Жақсы балалар, ең бірінші мен Аяулымға өзімнің тілегімді білдірейін. Аяулым, бүгінгі сабақта саған сәттілік тілеймін. Жәнібек саған бақыт тілеймін. Аржан, саған бүгінгі сабақты жақсы өткізді тілеймін. Раян, мен саған бүгін жақсы көңіл күй тілеймін. Бүгін сабақта денсаулығың мықты болсын. Мадина, мен саған барлық армандарды орындауды тілеймін. Ажар, мен саған ақ жол тілеймін. Жарасыз сәттілік тілеймін. Мен саған зор байлық тілеймін. Мен саған денсаулық тілеймін. Ерболат, бақытты бол. Мен саған зор денсаулық тілеймін. Амина, мен саған сәттілік тілеймін. Жадыра, мен саған байлық тілеймін. Бүгінгі сабақты дұрыстап түсін. Мұғалім, мен сізге бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Көп рахмет балалар. Енді осы берілген топтың атауы бойынша қазір әрқайсыларыңыз өздеріңіздің топтарыңызға отырыңыздар. Байлық тілеймін. Мен саған денсаулық тілеймін. Ерболат, бақытты бол. Мен саған зор денсаулық тілеймін. Амина, мен саған сәттілік тілеймін. Жадыра, мен саған байлық тілеймін. Бүгінгі сабақты дұрыстап түсін. Мұғалім, мен сізге бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Көп рахмет балалар. Енді осы берілген топтың атауы бойынша қазір әрқайсыларыңыз өздеріңіздің топтарыңызға отырыңыздар. Жақсы балалар, олай болса, біз сіздермен өткен сабақта қандай тақырыпты өттік балалар? Жақсы, жаңа айталар. Мұхтар Әуезовтің Көксерек шығармасы. Жақсы. Өткен сабақта біз сіздермен Мұхтар Әуезовтің
көксерек шығармасын өткен болатынбыз. Жақсы балалар. Өткен сабақта біз қандай тақырыпты өттік? Кім айтады? Жақсы, Аружан айта ғой. Біз алдыңғы сабақта Мұхтар Әуезовтің көксерек шығармасын өттік. Жақсы. Өткен сабақта біз сіздермен Мұхтар Әуезовтің көксерек шығармасын өткен болатынбыз. Мұхтар Әуезовтің көксерек шығармасы бұл ерекше туындыларының бірі. Көксерек шығармасында адам мен табиғаттың арасындағы байланыс суреттеледі. Өте жақсы балалар. Олай болса, Мұхтар Әуезовтің биыл туғанына қанша жыл дедік? 125 жыл толып отыр дедік. Мұхтар Әуезов атақты жазушы, ғалым және драматург ретінде танылды. Жақсы балалар, өткен сабақта біз жалпы көксерек шығармасының мазмұнымен толық таныстық. Шығармадағы үзіндіні оқып шықтық. Олай болса, қазір біз сіздермен сұрағы бар қорапша әдісі арқылы шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдап көреміз. Қазір әр топтан ортаға 2 оқушыдан келсін. Кім келеді балалар? Әр топтан 2 оқушы келсін. Келе қойды. Келе қой, Әйгерім. Мадина келе қой. Адрей келем дейді. Диана келем дейді. Аяулым. Амина келем. Жақсы келе қойды. Енді жақсы сіздердің алдарыңызда сұрағы бар әртүрлі қорапша берілген. Осы қорапшалардың бірін таңдап шығарманы талдап көрейік. Ішінде сұрақтар берілген. Ал талдаймыз, кімге қандай түседі екен? Жақсы, қорапшаның ішін ашамыз. Кімге шығарманың қай бөлігі берілген екен? Оқиғаның басталуы кімде, қай оқушыда? Әйгерім, жақсы. Көксерек шығарма қалай басталды? Соған тоқталайықшы. Оқиғаның басында қарадыр табиғаты суреттеледі. Және қасқырлардың мекені жайлы айтылады. Екі аяқтылардың қасқырларға деген жасаған қиянаты туралы айтылады. Оқиғаның басында қарадыр табиғаты суреттеледі. Және қасқырлардың мекені жайлы айтылады. Екі аяқтылардың қасқырларға деген жасалған қиянаты. Жақсы. Әрі қарай оқиға қалай байланысады? Жақсы, аяулым сізге түсіпті екен. Оқиға менің ойымша былай байланысады. Оқиға былай байланысады. Адамдар қасқырларға шабуыл жасайды. Көксерек ауыл тұрғыны болады. Ол жерде өседі. Және де көксерек байланысында өз қасқырға тән ерекшеліктерін көрсетеді. Жақсы, өте жақсы. Менің ойымша оқиғаның дамуы көксерек ауыл тіршілігінен жатсынып үйрене алмауы, көксерек өз тұқымдарын тануы, және де көксерек өз яғни қасқырлар үйіріне қосылуы. Жақсы. Әрі қарай оқиға қалай өрбиді? Жақсы. Енді әрі қарай оқиға қалай өрбиді? Оқиғаның шиеленісуіне тоқталайық. Оқиғаның шиеленісуінде көксерек ақ қасқырмен танысып, ауыл тұрғындарын шулатып, күшіктердің кегін. Оқиғаның шиеленісуінде көксерек ақ қасқырмен қосылып, ауыл тұрғындарын шошытып, күшіктердің кегін алу үшін адамдардан қорықпай, қорадағы қойларға шабуыл жасайды. Жақсы. Әрі қарай Оқиғаны шарықтау шегінде көксеректің жойқын күшке айналуы және көксеректің құрмашты өлтіруі баяндалады. Жақсы, өте жақсы. Енді оқиға немен аяқталады? Оқиғаның шешімі қандай болды? Оқиғаның шешімі құрмаштың өлімі, аққасқа мен көксеректің шайқасы, көксеректің өлімі, құрмаштың әкесінің өкініші. Жақсы, өте жақсы балалар. Жарайсыңдар. Жақсы жарайсыңдар балалар. Сіздер шығарманың композициялық құрылымына толық талдау жасай алдыңдар. Жақсы, отырамыз балалар.
Жақсы. Оқиға қалай басталды дедік жаңа. Оқиғада сайраны қасқырлардың апаны, екі аяқтылардың індегі бөлтіріктерге қиянаты. Яғни соның ішіндегі ең кішісі көксеректің Құрмаштың ауылына алып келуі дедік. Оқиға қалай байланысады дедік. Көксеректің ауыл тұрғыны болуы, ауылдың тұрмыс тіршілігіне үйренбеуі, оқиғаның дамуы, көксеректің өз тұқымын тануы, бірнеше рет ауылдан кетіп қалып, жоғалып кетуі, қасқырдың үйіріне қосылуы. Ал оқиғаның шиеленісуіне келетін болса, көксеректің ақ қасқырмен қосылып, төңіректегі ауылдарды шулатуы, яғни қораларындағы балдарына шабуыл жасауы. Шығарманың шарықтау шегі көксеректің Құрмашты өлтіруі және оқиғаның соңы, яғни шешімі, бұл аққасқаның көксерекпен айқасы, Құрмаштың әкесінің өкініші, Құрмаштың жоқтауы. Жақсы балалар, сіздер шығарманың мазмұнын толық түсіндіңіздер, және де шығарманың композициялық құрылымына толық талдай білдік. Ендігі кезекте шығарманың мазмұны бойынша сіздерге бірнеше сұрақтар қойылады. Яғни біз 6 қырлы текше әдісі арқылы қазір жұмыс жасаймыз. Мен мына текшені әр топтағы кез келген оқушыға беремін, және де осы текшеде оқушыға қандай сұрақ түседі, сол сұрақ бойынша өз ойын ашып жеткізеді. Жақсы, ал бастаймыз балалар. Әйгерім, саған қандай сұрақ түсті? Адамдардың іс-әрекеті дұрыс па? Өз ойыңды түсіндір. Жақсы, өз ойыңды айта ғой. Ауыл адамдары қасқырлардың мекеніне келіп, оны бұзып, күшіктерді өз ауылына алып кетті. Өзін тұтқына қылды. Сосын солай олар өздерінің қияуы. Ауылдардың адамдары табиғат заңдылығына қарсы шығып, қасқырлардың мекенін жойып, олардың күшігін өзінің ауылына тұтқын қылып, өзінің жасаған қиянатын, зардабын тапты. Менің ойымша, олардың іс-әрекеті дұрыс емес. Жақсы. Әрі қарай текшені кімге жолдайсың? Ерасыл, қандай сұрақ түсті саған? Маған көксеректі жауыздыққа соншама өшпенділікке баулыған не нәрсе? Көксеректі жауыздыққа итермелеген не нәрсе екен? Менің ойымша, шығарманың оқығанда көксеректің ойында образы ерекше. Оның бойында ашуы ыза адамдардан көрген зәбірі көп байқалады екен. Және де қасқырлардың өз ортасында бірін-бірін талап жатады. Сондықтан олардың адамға қиямет жасауы мүмкін емес деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы, Ерасыл. Енді текшені қай топқа бересің? Жақсы, Аружан, сізге қандай сұрақ түсті? Көксеректің Құрмаш ықыласына мойынсұнбау себебі неде? Қасқыр, яғни көксерек, бұл табиғаттың тағы перзенті. Бұлардың табиғаты ерекше, табиғаттың перзенті. Олар ерекше жат мінезді келеді. Олар көбінесе жортауыл мен түздерде мекендейді. Құрмаш ол көксеректі қасқырды қанша өзіне бауылса да, қатты оны жақсы көрсе де, ол өзіне бәрібір қарата алмайды, өзінің мекенінде қалдыра алмайды. Себебі олар даланың табиғаттың жануары болғандықтан, әр қашанда өзінің дегенмен жүріп, өзінің мекеніне қайтып кетеді. Жақсы, өте жақсы. Ал Аружан, текшені кімге береміз? Жақсы. Ал Аружан, енді текшені кімге ұсынасың? Кімге қандай сұрақ түседі екен? Жақсы, қандай сұрақ түсті? Көксеректің ауылға үздіксіз шабуылы. Көксерек даладағы төрт түлікке шабуыл жасайды. Боранды аязды түндерде көксерек қораға кіріп, оның ішіндегі сиыр және қойларға шабуыл жасайды. Жақсы, жақсы.
тіршілігі қалай суреттейді? Көксеректің ауылдағы тіршілігі Көксеректің ауылдағы тіршілігі көксеректі ауылға күшік кезінде алып келеді. Ол ауыл иттерінен қорлық көреді. Ол ешқай итпен дос бола алмайды. Иттер оның қасына жақындатпайды. Қасқырға шабатын үлкен төбеттер кейде оны талап тістеп кетеді. Жақсы, өте жақсы балалар. Ендігі кезекте бір-бірімізді бас бармақ бағандары арқылы бағалайық. Аққасқа тобына қандай баға бересіздер? Бас бармақ бағандары арқылы бағалаймыз. Жақсы, өте жақсы. Көксерек тобы меніңше жақсы айтты. Қандай баға береміз? Жақсы. Және де соңғы сұрақ табиғат тобына келіп түскен болатын. Табиғат тобын қалай бағалаймыз? Өте жақсы балалар. Жақсы, және де соңғы сұрақ табиғат тобына келіп түскен болатын. Табиғат тобын қалай бағалаймыз? Жақсы, өте жақсы балалар. Бір-бірімізді бас бармақ бағаны арқылы бағалай алды. Текшені маған беріп қойыңдар. Жақсы балалар. Ендігі кезекте біз сіздермен жеке жұмыс орындаймыз. Тақтаға назар аударамыз. Сезімді ояту әдісі арқылы жеке жұмыс болады қазір. Бұл жұмысты дәптерге қоса жазып отырасыздар. Бұл жұмыстың мақсаты қандай? Шығарманы оқу барысында сіздер өз бойларыңыздан қандай сезімді оята алдыңыздар? Елестету болды ма? Сіздерге шығарманы оқу барысында біреудің әрекеті ұнамады ма? Жек көру сезімі пайда болды ма? Жаны ашу сезімі болды ма? Өкініш сезімі туындады ма? Сүйсіну сезімі пайда болды ма? Сол бойынша қазір кестені толтыруға тырысамыз, ойланамыз. Елестету. Құрмашты қандай бала деп елестете алдыңдар? Кім жауап береді маған? Жақсы. Сезімді ояту әдісі бойынша шығарманы оқи отырып, Құрмашты қандай бала деп елестеттіңдер? Кім жауап береді? Аржан? Мен басында Құрмашты қатыгез бала деп елестеттім. Себебі олар әкесі екеуі қасқырларды малдардан қуамыз деп барған кезде қасқыр қашып кетіп, тек оның бөлтіріктері ғана қалатын болған. Әкесі оған өте ыза болып, кішкентай оның бөлтіріктерін ағашпен ұра бастады. Сол кезде Құрмаш оған үнемей қарап тұрғаннан кейін мен оны қатыгез бала деп ойладым. Сосын олар әкесі оның ең кішкентай бөлтірігін ұрып жатқан кезде Құрмаштың ол бөлтірікке өте қатты жаны ашып, оны асырап алуды ұсынды. Сосын ол негізі Құрмаш өте жақсы, қарапайым қазақтың қойшы баласы болатын. Ол ешкімнің сөзіне елікпей, оны асырағаны үшін өзі құрбан болады. Оған ешкімнің сөзі әсер етпейді. Әкесінің де, әжесінің сөзіне де еліктемейді. Ол әрқашан өзінің дегенмен жүріп, әрқашан ауыл адамдарына да қарсы келеді. Бұның барлығының арқасында ол өзі ажалға бетпе-бет келеді. Енді әрі қарай шығарманы оқу барысында жек көру сезімі туындады ма? Кімнің қандай әрекеті ұнамады сіздерге? Жақсы, әрі қарай жек көру сезімі туындады ма сіздерде? Кімнің қандай әрекеті ұнамады? Кім жазды? Аяқтадық па? Ал Жәнібек, оқиға жазған. Негізгі шығарманы оқыған кезде мені Құрмаш пен Көксерек арасындағы байланыс қатты қызықтырды. Бірақ шығарманың соңына қарай менде Көксерекке деген жек көрініш сезімі пайда болды.
Себебі ол өзінің асыраған қанша ауыл адамдарына қарсы шыққан баланы аямады. Өзінің түс тағысы және жыртқыш аң екенін дәлелдеді. Жақсы. Әрі қарай, жаны ашу сезімі пайда болды ма сіздерде? Қай жерінде, шығарманың қай жерін оқыған кезде сіздер жақсы, әрі қарай, жаны ашу сезімі оянды ма сіздерде? Шығарманы оқыған кезде қай жерінде сіздерде жаны ашу сезімі пайда болды? Кім? Ал, Темірлан. Кімге жаның ашыды? Шығармада менің Құрмашқа жаным ашыды. Себебі Құрмаш Көксеректі кішкентай күшік кезінен асырап, ауылдастардың әкесін тыңдамай өз үйіне ұстады. Түбінде түз аңы Құрмашқа қиянат жасады. Яғни, сен бұл әңгімеде Құрмашқа жаның ашыды, өте жақсы. Әрі қарай, сүйсіну сезімі оянды ма сіздерде? Ал, Жадыра. Бұл әңгімеде мені сүйсіндірген сәт ол әжесімен немересінің қарым-қатынасы мен олардың бір-біріне қолдау беретіні мені сүйсіндірді. Және әжесінің адамдардың пікіріне назар аудармай, немересіне қолдау көрсеткені мені сүйсіндірді. Жақсы. Әжесі қашанда Құрмашқа қолдау білдіре білген. Әрі қарай, өкініш сезімі пайда болды ма шығарма барысында оқығанда? Кімде қандай өкініш пайда болды? Ал, Ажар, айта ғой. Оқиғаны оқи отырып, өкініш сезімі шығарманың соңында пайда болды. Не себепті сенде өкініш сезімі пайда болды, Ажар? Оқиғаны оқи отырып, өкініш сезімі шығарманың соңында пайда болды. Әкесі баласының өліміне өкінді. Іштей өзін кінәлады. Менің ойымша, Көксеректі бала кезінен бастап асырамау керек еді. Жақсы, әкесі де бұл жерде іштей өзін кінәлі санап өкінді. Жақсы, әрі қарай, шығарманы оқыған кезде қандай сәт сіздерді қызықтырды? Таңғалып қызыққан сәттеріңіз болды ма? Жаздық па? Кім қазір? Ал, Бекболат. Мен шығарманы оқу барысында мені оқиғаның желісі қызықтырды. Әсіресе Құрмаш пен Көксеректің достығы. Мен шығарманы оқу барысында мені оқиға желісі қызықтырды. Әсіресе Құрмаш пен Көксеректің достығы байланыстырып, түз тағасы өлтіріп пен адам баласы дос болуға. Көксерек әңгімесін оқыған кезде менде әртүрлі сезімдер пайда болды. Соның ішінде жек көру сезімі басымырақ болды. Себебі Көксерек өзін күшік кезінен асырап, қорғап өсірген Құрмашқа қиянат жасады. Сондықтан менде Көксерекке деген жек көрініш сезімі пайда болды. Менің ойымша, егер Құрмаш басынан Көксеректі өз мекенінен алып кетіп асырамаса, бұның бәрі болмаушы еді. Көксерек өзінің түз тағысы жыртқыш аң екендігін дәлелдеді. Адамға деген жанашырлық сезімі аңдарда болмайды. Шығармада Көксеректің Құрмашқа аяусыз жүгіргені көз алдыма елестеп кетті. Осы іс әрекеттері арқылы менде Көксерекке деген жек көрініш сезімі пайда болды. Мен әңгімені оқу барысында әртүрлі сезімдерді басынан кешірдім. Атап айтсақ, жанашу, сүйсіну, өкініш, жек көру дегендей сезімдерді кештім. Соның ішінде жанашу сезімі менде күштірек болды. Оның себебі мен шығарманың бас кейіпкері Құрмашқа іштей жаным ашыды. Тіпті Құрмаштың орнына өзімді де қойып көрдім. Егер мен Құрмаштың орнында болсам қайтер едім деген сұрақ бойымды кернеді. Себебі Құрмаш жас та болса да Көксеректі күшік кезінен бауырына алып асырады. Бірақ табиғаттың заңдылығына қарсы келе алмаймыз.
Сол себепті Құрмашқа өзі асыраған көксерек қастандық жасады. Шығарманың осы бөлігі маған қатты әсер етті. Жақсы балалар, онда жеке жұмыста сұрақтарға жауап берген оқушыларға смайлик арқылы бағалар жібереміз. Мына жерде Темірлан жауап берді, жақсы. Аружан өте жақсы ойын білдірді. Ажар сәл дайындалу керек, жақсы. Мына жақта Жадыра өте жақсы жауап берді. Жақсы балалар, енді қазір көріп тұрсыздар, әр топтың алдында бір нетбуктан бар, қазір біз Wordle платформасы бойынша жұмыс жасаймыз. Жақсы балалар, келесі бізде тапсырма. Алдарыңызда нетбук тұр, қазір Wordle платформасы бойынша тапсырма орындайсыздар. Нетбукты ашып қараймыз, платформаға кіреміз. Платформада викториналық сұрақ берілген. Сұрақтарды оқып мұқият жауап береміз. Бірінші сұрақ, шығарманың идеясы неде дейді? Ойланып жауап беріңіздер. Ал жауап береміз, ойланамыз. Шығарманың идеясы неде деп ойлайсыздар? Жақсы балалар, ойланып жауап береміз. Қайсы деп ойлаймыз? Жақсы, ары қарай келесі сұраққа өтеміз. Сұрақты мұқият оқып шығамыз, содан кейін сұраққа жауап береміз. Сіздер бұл үзінді әрі ыстық, әрі суық бір нәрсе. Шығарманың қай бөлімінде айтылды? Қалай ойлайсыздар? Жақсы. Сіздер мұқият ойланамыз, сұраққа жауап бермес бұрын. Дұрыс, келесі сұрақтарыңыз қандай екен? Оқып шығыңыздар. Жақсы, жауап береміз, ойланамыз. Бір-бірімізбен ақылдасамыз, топтық жұмыс. Келесі сұрағымыз қандай екен, Аружан? Бұл үзінді ашуда ерлікте бір өзінде шығарманың қай бөлімінде? Қай бөлімінде? Ақ қысқа мен көксеректің шайқасы. Ал көрейік. Жақсы, енді тексерейік ал. Сұрақтарымызды аяқтадық ба? Тексерейік. Кім қанша балл жинаған екен және қанша уақытта аяқтадыңыздар? Тексереміз. Табиғат тобы дұрыс аяқталыпты. Жақсы, сіздер қанша балл жинадыңыздар? Бір сұрақтан қателесіпсіздер. Қай сұрақтан қате жібердіңіздер? Ойланамыз, қай сұрақтан қате жібердік? Сіздер аққасқа тобы барлығы дұрыс екен, Жақсы, өте жақсы балалар. Бұл платформада да жұмыс үлгісін жасады. Жақсы балалар, бұл платформада да біз бүгін жұмыс үлгісін жасап көрдік. Енді балалар, сабағымызды аяқтамас бұрын сыр сандық арқылы кері байланыс жасаймыз. Яғни сіздер бүгінгі өткен тақырып бойынша естеріңізде қалған 10 сөзді мына стикерге жазасыздар да сандықтың ішіне саласыздар. Көксерек әңгімесі бойынша кімнің есінде қандай сөздер қалды? Есте қаларлық қандай әңгіме болды? Қандай сөздер болды? Тез жазып шығамыз. Әрқайсыларын 2 сөзден жазсаңдар да болады. Содан кейін сандыққа саламыз.
Расқа балалар. Сырсаңдығы арқылы кері байланыс орнатады. Кім қандай сөз жазады? Жазғандарымыз сандықшаның ішіне сала береміз. Ал жақсы тез-тез болыңыз. Тез-тез. Жақсы ерасын барып сала ғой. Сала ғой. Аяғын барып сала ғой. Сала ғой. Жақсы, Диана барып сала ғой сырсаңдықтың ішіне. Бүгінгі тақырып бойынша не түсіндік? Қандай сөздер жазылды? Диана сала ғой. Әртүрлі өздерінің сұрақты жазғандарын сырсаңдыққа сала қойыңыздар. Жақсы, тездетіп отырамыз. Жақсы бала. Енді үй жұмысын жазып аламыз. Үйге тапсырма шығармадағы көксеректің ауыл тұтқынына айналған сәтін өз беттеріңізше қайта өңдеп жазып көріңіздер. Яғни оқиға желісін қолдана отырып өзгертуіңізге болады. Өздеріңіздің түсінігіңізбен түйін жасауларыңызға болады. Үй жұмысын жазып аламыз. Бұл арқылы сіздер көксеректің ауыл тұтқынына айналған сәтін қайта жаза аласыздар. Оқиға желісін қолданасыздар және өз көзқарастарыңызды білдіре аласыздар. Жазып аламыз. Жазып алдық па? Жазып алдыңыздар. Өте жақсы балалар. Бүгінгі сабағымыз қызықты өтті деген ойдамын. Жақсы, сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар. Ұрмай. Ұрмай. Ұрмайсың ба? Ұрмай. Неге? Сол. Не айттым саған? Жұмшық неме. Безгек болғандай қалтырауын қарашай. Өзің ғой соңынан қалмай еріп жүрген. Өй, жасық неме. Нағашыңа тартпаған екенсің. Сонша неге рейіңішті? Жігіт емессің бе? Атқа тұр. Соран кісір. Мынаны қараңдар.
ар жағындағы қарынгөрден апаннан алдық. Береке. Бөлтірігіңді алғың келсе, асықтарыңды түгел қайтарып бер. Асықты басың қалған. Ауыл иттер аман болса, бөлтірігіңді екі бүктеп бір-ақ жұтады. Көрде тұр, құртады. Әже бөлтірікті қараш. Құдай, ай, бөріде мал жинайын дедің бе? Көзін ашпаған бөлтірік қолға тез үйренеді деп Қасен ағам айтты. Қоя бер бала. Қасқырдың қорған болған естісем құлағың керең болсын. Тілімді алсаң қоя бер. Бұл шіркін бауырын көтермей жатып азуын көрсетеді. Онда өзі бады өзіне. Тірідей сыдырам терісін. Үйреніп кетеді қоя Қасен аға. Үйренбей қайда барады. Оның бәрі өзіңе байланысты. Сүт әкеле қойшы. Міне өсті саған үй салады. Үйге үйренеді. Жылы сөйлегенде жыртқышта түсінеді. Қатығына дейсен қай жыртқышта қасқыр болып шыға келеді. Қайырымды қолға хайуан да құл. Оның рас балам. Ат қойдың ба? Көксерек деп қойдым. Солай ма? Анай көзін тұрғаның итінен бастап ауыл иттеріне қырғидай тиіс екен. Қарағым-ай, мына жөкеліңнің түрі жаман екен. Емденбесең асқынып кетіп жүрер. Жалғыздың жаны уже жатып қалма. Тауда ыстық бұлақ бар деуші еді. Соған барып түсіп көр, бәлкім шипасы тиер. Сәті түсі көрерміз. Бөлтіріктер неше екен? 5-еуін табан аузында өлтірдім. Мына 6-шысы. Енді олған шық. Бұл ауылға тыныштық бермес. Мен де содан қорқам. Оны көріп алдық. Смайылбек байдың бір қара қойы жоғалды деймі? Рас бекен. Мен алып қашты әңгімеге құлақ түрмеймін. Солай емет. Байдың малы түгел жоғалып кетсе де маған одан келіп кетер не бар? Мынау қасқыр ғой. Барып үркітіп келмесем бүкіл ауылда ятар. Ұлуын қараш. Жақсырым емес. Қоя бер дейім оны. Маза берсен шықштыге. Айтты ғой, қымсылата бермей тастасаңшы сол қорқылды. Әже, айтшы, менің әкем қайда? Айтпап бедім саған құлынама. Әкем жоқ, өлген. Ал шешем қайда? Шешемді қайтыс болған. Олардың зираты қайда? Алыста құлынам.
Шыңғыс тауының арғы теріскей бетінде. Әкем күшті кісі еді.